14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ораза, жеңіл өтіп жатыр бүгін, Құдайға шүкір, Құдайдың күнінде бүгін бұлт болып өте тамаша болды. Мырзахан аға, ауыз ашарға дейін үлгересіз бе, сіз отынды жаңадан тұтапсыз ғой? Ойбай, немене үлгермеймін? Қазір гүр ете қалады, шоқ болады, демді ғой. Пісем дегенше қай заман тегі? Ой, асып қалдық қой қазір. Кәмшатжан, ау, сенің тренингтеріңді тыңдамайтын болдық қой. өздеріңіз ғой енді тоқтатып тастаған. Бәрі қарсы шығып. Тоқтатқанда қалай енді, мүлдем тоқтаттың ба, тапсырыс болып жатса, оқитын ойың бар ма? Әрине, тапсырыс болатын болса, болады негіз өткізуге. Айтшы, сіз сынайын деп бедіңіз? Жоға, мен айтайын дегенім анау бір жұлдыздарға байланысты, жеміс жидектерге байланысты, адамның тағдырына байланысты жерлерін алып тастамасаң, сол сенің анау тренингге бар ғой, бір көлеңкесін түсіріп тұрған сияқты. Адамның тағдыры деген бүкіл әлемдердің рабысы Алланың қолында емес па? Сол өз бетінше айналып жүрген планеталар, жеміс жидектер, плакаттан ойып алған суреттер адамның тағдырына әсер етеді деу кішкене әсірелеу шырағым. Менің айтайын деген сол жерлерін алып тастасаң дегенім ғой. Оны өзің де білесің ғой, қалқам. Негізі дұрыс айтасыз. Шынымен айтады, Енді? О, мына бір көлік тоқтады ғой. Бәрекелді. Ауыз ашарға келген шығар. Құдайға шүкір, қазақтың жігіттері қазір тәуір көлік мініп. Ай, Мырзашын, мынау әлгі қызыл өрікті айтатын Ақылбек емес па? Ақылбек қоным? Ақылбек жемене емес па? О, бәрекелді. Бұл қайдан жүр? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Алейкум ассалам. О, әбеке. Ассалаумағалейкум. Денсаулық жақсы ма? Жақсы, бәрі өздеріңіз қалайсыздар. Ешкім жоқ екен. Organic Life, Трипанк. Өт жолына жақсы деп еді. Әжемдер кішкентай қасықпен ішеді, мен дәу қасықпен бір ішіп алайын, тез әсер етсін. Ау! Алтына, құтқаршы өтінемін. Не болып кетіп бара жатсың? Жоқ, кетіп бара жатқан жоқ. Ана жақта менің танысым келіп қалды. Соның көзінше даяршы киіммен тамақтасығым кеп тұрған жоқ. Құтқаршы, түсінесің ғой, өзің. Иә, жақсы. Бара бер. Жақсы. Бір ешкім жоқта ішіп алайын десең. Қайырымдылық концерттен келе жатырғанбыз. Оразаға байланысты. Ой, қабыл болсын. Сол кешкі ауызашарға алмалар қалай екен мынау? Ауызашарға алмалы. Құдайға шүкір. Мен де ойлап едім, бұл Ақылбек батыстың жігіті ғой, біздің жақта қайдан адасып жүр деп. Қайырымдылық концертке келген екенсің. Қазақтың жері барлығы өзіміздікі ғой, сондықтан. Жөн. Бәрекелді, айып етпе енді. Алма салып жіберіңіз. Қалжың қой. Ал, бісмілла. Бұл енді Құдай қаласа өзіміздің баудың алмалары ғой. Таңдап аға ішін жақсыларына. Бәрі таңдаулы. Ой, мына ауызашарға алма не болады бұл? Біздер алмамен аша береміз ғой жайлап. Ой, жоқ ой. Ой, дәмханаға керек та, көке. Ой, қонақ қылай. Ыңғайсыз болып қалған. Не ыңғайсыз? Ой, Ақылбек күнде келіп жатқан жоқ. Онда кірсем шыға салайын. Құдай қаласа бірге ауыз ашып біраз әңгіме дүкен құрайық. Ой, бір. Бәрекелді. Ой, пірмай, мына жүріңіздер. Ой, қалай жағдай. Жақсыздар ма, амансыздар ма? Ал, дайындалыңдар. Бірдеңе сұрасам болады? Иә? Ана қарындастың аты Кәмшат емес пе? Кәмшат қой. Ой, бізде даяшы ғой ол. Қайда кел? Кәмшат, дайындалыңдар. Қонақ келді. Мына неме шіреніп отыр бақалай. Ой, дайындасаңдар. Ой, Бақыт. Ой, мына маған. Ой, жұдырығын түйді ғой мына Кәмшат бақалай. Әдемі кетіп болыпты келе-келе. Осының бәрін осы Мырзахандар дөңгелетіп жүргізіп жатқан жайы бар. О, Ақылбек, сен ба? Кама, қалай жағдай? Жақсы өзің. Жұмыс жасап жатсың ба мұнда? Қайдасың? Жоқ, тамақтануға келгем.
Иә. Қазір қайдасың? Білесің ғой, тренинг, сабақ, туда-сюда. Өте тамаша. Шаршап кеттім бар ғой. Жақсылықтар тілеймін. Жолыққанша өте қуаныштымын көргеніме. Әдемі, әдемі. Ақылбекжан, жоғары шық. Міне. Міне. Өзіміз үйреніп те қалдық өз біздің мейрамханаға. Күніне бір жұлдыз келмесе аспатпайтын болды бізге. Ой, рахмет. Ертеде бір кәрия айтқан екен ораза жайында. Өзі 30 күн ораза, оның бір күн өтті, енді несі қалды деп ұнжырғасы түсіп, көңілі басаған көрінеді. Ой, фирма, Иә, сол айтпақшы, мынау биылғы оразада өзі аяғына жақындап қапты ғой әнімін дегенше, көзді ашып жүргенше. Айтпақшы, қалай өзің мынау биылғы ораза қалай болып жатыр саған? Өнер адамсың, жол үсті жүресің. Биылғы ораза жаман емес, өте көптен бері ұстап отырмын. Енді мынау жалпы ораза айын медресе айы дейді, ораза айын тәрбие айы дейді. Осы айдан өзің бір үлгі өнеге, өзіңе бір ерекше жаныңа, тәніңе жақын бір жақсы нәрселер үйренген шығарсың енді. Соны Үйреніп отырмыз. Осы оразаның әр күнінде үйреніп отырық десек те болады. Әртүрлі уағыздар, ауызашар, халықпен кездесіп, достармен, бауырлармен кездесіп, күн сайын былайша айтқанда мейрам болып жатыр. Өте тамаша. Әр күннен жақсы өмірге сабақ алып отырмын. Бәрекелді. Күнде ауызашар шығар сіздерде, иә? Ауызашар енді ауызашар көп, Алланың бұйыртқанына барып отырмыз. Енді біздің дастарханда отыр да қазір. Айдың қыдыр айты. Өте қуаныштымын. Шығармашылықпен де айналыса бересің ауыз тұтып. Жалпы не жаңалық осы экраннан өте сағынып күтеміз, көреміз өзіміз да. Енді шығармашылыққа да бет бұрып жатырмыз. Аз-маз демалған бар енді оның. Мынау кезінде қызыл өрік деп қазақтың тойының, Қазақстанның тойының бәрін аралап кеттік. Одан кейін сәл аллада қалада кішкене сынақ беріп, аяғым кішкене ауырып қалып, сол аяғым. Сонымен кішкене жатып, былайша тоқтадым кішкене. Жаңа тоқтамай 5 жыл тоқтамастан жүргенмін осы. Ұшақта ұйықтап, енді қазір сәл демалып, кішкене өзімде жақсы сезініп жүрмін. Бірінші байлық денсаулық дейді. Денсаулыққа қарағанда дұрыс. Мынау жаңа қызыл өрік дегеннен біздің ауыл шулайды. Ақылбек қызыл өрік шығып үйді қызыл кірпішпен емес, қызыл өрікпен соғып алған дей ма? Біздің уақытымызда ақ баян, ақ бантик деуші еді. Қазір өлеңіне дейін қызарып кеткен екен ғой. Қызар, бірақ енді ол да былайша айтқанда ол өлеңде кішкене әйтеуір басылды ғой енді. Біздің қазақ шым қатты тойшыл болып кеткен жоқ па? Өзі қалай? Тойдың болғаны жақсы ғой енді. Әр үйде той болған жақсы, иә? Оның қай жері жақсы деп айтсам болады. Ол жер тойда аға былайша айтқанда жақсы тілектер айтылады да, сол жері жақсы деп ойлаймын. Шын жүрекпен айтылады, барлығы қосылып тұрып айтады. Сондықтан да бірақ жаңа қатты ысырап жаңағы шашылып жатқандарды көргенде кейде қарның ашып кетеді енді. Үйлеріне алып кетіп жатады, одан кейін тойдан жаңа қалған тамақтарды жаңағы малдарына тағы да нелеріне алып кетіп жатқанда да көріп жатамыз. Сондықтан да унитазға ағызып жібереді деген естідік. шашылмағанын жақсы көреміз енді. Рет келсе кішігірімнен қатты ағып шашпайды. Шашылсаң тойға шашыл дейді. Қазақ заманға сай ма негізі ол? Осы заманға сай келіп тұр ма? Шашылсаң той шашыл деген. Соған келіп тұр ғой деймін жалпы. Осы біздің заманның тыныштығында, иә? Берекесі ма? Қонақ сыйлап болған ғой енді қазағымыз, қонақ сыйлап. Шашылу емес шығар, жиған тергенің тойға жаратылсын дейтін шығар. Әйтпесе мынау ысырап қылмаңдар деп бізге шариғатымызда да ескертіп жатыр. Ысырапқорлардың қатарынан болмаңдар дейді жаңағы. Бәрекелді. Ал енді кімде-кім Аллаға және қиямет күніне иман келтірсе, қонағын құрметтесін дегені де бар. Сондықтан біздің қазақ өзі қонақ жай халық қой. Судың да сұрауы бар дейді ғой. Мынау тамшы тама тасты жарат дейді. Ол бір тамшының өткірлігінен емес, тамшының салмағының ауырлығынан емес, ол ұдайы тоқтамай үнемі тамып тұрғаннан кейін сол тасты ойып жібереді екен. Сондықтан біз айта беруіміз керек. Құдай қаласа саналы атаның ұрпағымыз ғой. Халықтың санасына жетеді. Әлдәқ қазір енді мынау астарда көбейіп жатыр тоймен бірге. Соған байланысты мынау әр жерлерде өзіміздің мынау имамдарымыз, Алла разы болсын, осы тіпті астың дастарханның мәзіріне дейін соны бір ұсыныс жасап,
ысырапшылыққа жол бермеуді қолға алып жатқан жайы бар. Құдай қаласа тойға да кезек келеді. Алла нәсіп етсе. Өзің жалпы Ақылбек қайда тұрасың сен? Астанада тұрасың ба? Өзім жалпы осы бала шағам барлығы осы Алматы қаласында. Бәрекелді. Бір ұлым, 2 қызым бар. Бәрекелді. Осы Алматы қаласында оқып жатыр. Енді өзім жүре беремін. Қайда шақырады? Енді елдің Осы Қазақстанның ішіндемін жалпы. Енді өнер адамның ортасында көп жерде. Бәрің доссыңдар ғой. Қарап жүрсек, телевизияда бірге құшақтасып суретке түсіп жатасыңдар. Сахнада әдемі болып өлең айтасыңдар. Енді сахнада әдемі болғанмен сыртта адамдар өзгеруі мүмкін ғой енді. Көп біздің халықтың қазір өсіп жатқан жастардың барлығы осы өнер адамдарына еліктегіш. Соған лайық па? Сіз танисыз ғой бәрін. Енді ішінде лайықтары да бар шығар. Барлығына бірдей еліктеу мүмкін емес шығар. Мысалы, кішкентай кезімде өзім қыдырәл болмановқа еліктеу өскенмін негізінде. Шашты 2 айырып тұрып, кәдімгідей әндерін айқайлап тұрып айтқам. Бірінші өзіміз дұрыс жүруіміз керек, сондықтан да өзіміз дұрыс жүрсек, жастар қарайтын шығар деп ойлаймын. Бәрекелді. Дұрыс айтасыз. Елдің айнасысыздар ғой сіздер. Әрине. Бірақ енді барлық ішіндегі анау жасап жатқан жаңағы өмірдегі істеліп жатқан дүниелердің барлығын ала бермес екен деймін, жастарымыз. Ішіне керегін алса. Әрине. Солай дұрыс болатын шығар. Енді мынау сіздерге рахмет айтқым келіп отыр. Мынау келе жатқан қадір түнінде оң болсын. Құттықтағым келеді шын жүрегімнен. Мынау қазақ болғаннан кейін, тойшыл қазақ болғаннан кейін тойымыз да көп болсын, еліміз тыныш болсын деген келеді. Елбасымыз аман болсын. Көп рахмет. Алла разы болсын. Бәрекелді. Қайда жүрсең де аман бол. Өте қуаныштымын. Жолың болсын. Бұл біздің қонақжай қазағымның үйі Аспандияр дәмханасын ұмытпай жүр. Бәрекелді. Аспандияр дәмханасы өте керемет дәмхана екен. Алла бұйыртса келіп тұрамыз. Қонақтармен де барлығы осында келіп тұратын боламыз. Камшата, сен анау кімді Ақылбекті бұрыннан танисың ба? Иә, бұрыннан танимын. Мәссаған, онда мен бөлдірдім онда. Не істедіңіз? Сен осы жерде даяш екеніңді айтып қойдың ғой мен оған. Қашан айттыңыз оны? Өзі жаңа бағана кіріп келатқанда сені танып қойған ол. Камшат па дейді? Иә, мен осы жерде даяшы деп айтып қойдым ғой. Ұялатынды қаяқтан білейін? Онда тұрған не бар? Ятайым. Не істеді? Сонда ол менің осында даяшы болып жұмыс істейтін біліп қойды, иә? Иә. Білгенде. Бәрін білдіріп. Ят болды ғой. Ят болғанда ол ят іштің емес. Сен ана жерде крутой қонақ болып отқаныңды осы біліп қойды. Ят болды. Сіздер осының бәрін әдейі істедіңіздер. Әдейі емес ай. Қой қызым, әдейі істеген ештеңесі жоқ. Қасында мен болдым ғой. Ол сұрады, бұл айтты. Онда тұрған не бар? Қайта сен өзіңнің адал істеп жүрген еңбегің жасырғаның дұрыс болмады. Әрқашанда өзің шынайы бейнеңді көрсетіп жүрсең, абыройың артады, жүзің жарық болады. Ана жаққа барғанда бір маска киіп, мына жаққа барғанда бір маска киіп жүргенде қайбір оңасын. Оны біздің атамыз қазақ 2 жүзі деп жаман айтып кеткен оны. Сондықтан да қалқам, қайта бол әңгіменің бетін ашпағанымыз дұрыс болды. Бәрін бүлдіріп. Қаяқтан білейін, айтып қоймайым енді өзі деп. Бала ғой енді. Баланың ісі шала. Ана жерде крутой болып отқансыздар. Ел жұмыс таппай жүрген кезде біреулер істеп жатқан жұмысынан ұялады. Осы кейінгі жастарды түсінбей қойдым мен енді. Бұл да бір кер заманның кері да. Құдай өзі сақтасын. Шайыңнан құйып жібер. Армандаймыз бақытты жанияның болғанын, ақылды қарияның жолдары, байлығын екі қолдағы. Аңғармаймыз бағыңды даралайтын күшінде, барыңды бағалайтын кісінде, өз отбасыңның ішінде. Өлке
Ашықты сағындырған шағы бар, қаттықтың мағыналым бәрі бар. Вақыттың кілті табы